Ал енді 128 есепке назар аударсақ, тіктөртбұрыш пішінді су қоймасының ұзындығы 45 метр, ені 38 метр. Оның жиегінен 2 метр қашықтықта қоршау жүргізілді. Қоршаудың ұзындығы неше метр дейді. Мінекей бізде көк түспен қоршалған, бізде су қоймасы деп алайық. Мінекей ұзындығы 45 метр, ал ені 38 метр. Осы су қоймасының жиегінен 2 метр қашықтықта қоршау орнатылған екен. Соның ұзындығын табуымыз керек. Ұзындығы ол мінекей. Осы ұзындықты тапқымыз келсе, біз бұлай 2 метр қашықтықтағы жиекке түзеулерді жүргізейік. Сонда бізде белгілі болады. Сонымен бізде бұлай жасаймыз. Тіктөртбұрыштың мына бір аралығын 45 метрге тең деп аламыз. Себебі біздің су қоймасының ұзындығы да 45 метрге тең. Біздегі қорған су қоймасынан 2 метр қашықтықта болғандықтан, мұндағы бөліктері 2 метрге тең екенін білеміз. Сонымен 45 метрге біз екі жағынан 2 метрлерді қосамыз да, біздегі қорғанның ұзындығын таба саламыз. Яғни 2 қосылған 45 қосылған 2 метр бізде тең болады 49 метрге. Яғни жауабы бізде 49 метр екен. Қорғанның ұзындығы 49 метрге тең. 29 есепте квадрат пішіндес қаңылтырдан ені 5 см тіктөртбұрыш қиылып алынғанда, ауданы 150 см қаңылтыр қалды. Қаңылтырдың алғашқы ауданын табыңдар дейді. Сонымен бізде қалып қойды 150 см квадрат қаңылтыр. Ал қиылып алынған қаңылтырдың ауданын табатын болсақ, біз осы қалып қойған қаңылтырдың ауданына қосып, біз жалпы бастапқы ауданды табамыз. Сонымен мына квадраттың ауданын табайық. Квадраттың ауданы бізде, квадраттың ауданы s тең болады a-ның квадратына. Яғни біздегі мұндағы квадраттың қабырғалары a-ға тең деп алайық. Яғни екеуінің де қабырғасы бізде 5 см-ден болса, квадраттың қабырғасы барлығы тең. Соны білеміз. Сонда s тең болады 5 см көбейтілген 5 см. Сонда ол 25 см квадрат болады. Бұл квадраттың ауданы. Ал бізде бастапқы қалып қойған, сонымен бізде қалып қойған аудан бар, ол 150 см квадрат. Осы екеуін қосатын болсақ, біз бастапқы ауданды табамыз. Сонымен s жалпы тең болады 150 см квадрат қосылған 25 см квадрат. Ол тең болады 175 см квадратқа. Яғни жауабы бізде 175 см квадрат. Бастапқы аудан осындай болған. 131 есепте былай дейді. Қыры 1 дециметр куб, қыры 1 см кубтарға бөлінді. Егер осы қыры 1 см кубтарды бірінің үстіне бірін қойып мұнара құрастырсақ, оның биіктігі неше метр болар еді дейді. Сонда біздегі мына берілген 1 дециметрлік кубты көріп отырық. Осы қабырғасының барлығы 1 дециметрден тұратын кубты өте майда 1 см бөліктерге бөлдік. Яғни 1 см бөліктерге бөлген кезде өте кішкентай кубтарды аламыз. Қабырғасы 1 дециметр кубтан тұратын өте кішкентай кубтарды аламыз. Және осы 1 см-ден тұратын кубтарды алып, бірін-бірінің үстіне қойсақ, неше метр мұнара шығатынын білуіміз керек. Ол үшін біз былай жасаймыз. Біз кубтың, яғни үлкен кубтың ауданын тауып аламыз. 1 см-ден тұратын кубтың ауданына бөлеміз. Сонда бізде қабырғасы 1 см-ден тұратын неше куб пайда болатыны белгілі болады. Алдымен үлкен ауданды табайық. В тең болады a көбейтілген v көбейтілген s. Яғни бұл жерде куб болғандықтан a куб дей саламыз. Сонымен 3 қабырғасын көбейтейік. Бұл жерде 3 қабырғасы да 1 дециметрге тең. Сонымен бізде 1 дециметріміз 10 сантиметрге тең. Енді көлемін табайық. V тең болады 10 көбейтілген 10 бізде 1000 сантиметр кубты береді. Ал бізде қыры 1 сантиметрге тең кубтың көлемі V2 делік. Ол 1 көбейтілген 1, ол әлбетте 1 сантиметр кубты береді. Ал енді бізде жалпы осындай кубиктерден нешеу бар екенін білгіміз келсе, 1000 сантиметр кубты 1000 сантиметр кубты бөлеміз 1 сантиметр кубқа. Әлбетте ол да қайтадан 1000 шығады. Демек біз 1000 кубиктен тұратын мұнараны ала аламыз. Біздегі кубиктің биіктігі 1000 сантиметр болады. Ал 1000 сантиметрді біз метрге айналдырайық. 1 метр бізде 100 сантиметрден тұратын болса, онда біз 1000 сантиметрді бөлейік 100 сантиметрге. Сонда 10 деген шығады.
Демек, бізде 10 метр болады. Жауабы, біздегі мұнараның биіктігі 10 метр болады екен.